Ыдырыс пайғамбар алейхиссалям. Ыдырыс алейхиссалям Құранда аты аталған пайғамбарлардың бірі. Кейбір деректерде Нұхтың арғы атасы екендігі айтылған. Адам атаның алейхиссалям ізін ала жіберілген дегенде деректер кездеседі. Ыдырыс пайғамбардың қасиеттері Құранның 4 аятында суреттеледі. Алғашқы екеуінде пайғамбарлығы мен шыншылдығы, жоғары мәртебеге көтерілгендігі сөз етілсе, ақырғы екеуінде сабырлығы, рақымдылыққа бөленгендігі, сондай-ақ игі жақсылардың қатарында болғандығы айтылған. Әуелгісі Әнбия сүресінде Аллах тағала Исмаил, Ыдырыс, Зулкифлде сабырлы еді. Сондай-ақ оларды рақымымызға бөледік, өйткені олар игі жақсылардан еді дейді. Сабырлық пайғамбарлардың ерекше қасиеттерінің бірі. Пайғамбарлардан өзге адамдар да сабырлық танытуы мүмкін, бірақ пайғамбарлардың сабырлығы мүлде басқа. Сабырлық бейне бір олардың табиғаты сияқты. Пайғамбарлық ауыр міндет. Ол үшін асқан төзімділік қажет. Құдай тағаланың сынынан сүрінбей өтудің жолы де сабырлықта жатыр. Өмірде сынақтың ең ауырын пайғамбарлар бастан кешкен. Аллах тағала бұл хақында: осылайша әр пайғамбарға адамдар мен жынның шайтандарын дұшпан қылдық дейді. Сондықтан пайғамбарлардың арқалаған ауыртпалығын жай адамның көрген қиыншылығымен салыстыру қиын. Құранда Исмаил пайғамбардың қандай сынаққа түсіп, сабырлық танытқандығы айтылғанда, Ыдырыс пайғамбардың да есімін қоса аталуы тегін емес. Демек, ол да дәл Исмаил алейхиссалям сияқты сынаққа душар болған. Өзінің хақ тағалаға мойынсынған сабырлы құл екендігін ісімен дәлелдеп, Исмаил пайғамбардай сабырлық таныта білген. Ыдырыс алейхиссалям пайғамбарлықтан бұрын да кейін де турашыл мінезінен қайтпаған. Өзінің абыройлы міндетіне сай бола білген. Мәриям сүресінде кітаптан Ыдырысты есіңе ал, ол турашыл пайғамбар еді. Оны жоғарғы орынға көтердік деп, оның осы турашыл мінезі туралы айтылған. Турашылдық пайғамбарлардың бағыт түзер темір қазығы. Олар қашанда осы негізден ауытқымайды, ақиқатты бұрмаламайды. Төрткүл дүние төңкеріліп кетсе де, шындықты паш етуден қаймықпайды. Ыдырыс пайғамбар да адасқан қауымды жөнге салу үшін жіберілді. Ол да өзгелерге турашылдықты үлгі етті. Хақ тағала оған 30 беттік қасиетті жазба парақтар сухуф түсірген, бірақ ел иліге қоймады. Иманға келгендер саны аз еді. Аят хадистерде Ыдырыс пайғамбардың қауымы күресі жайлы деректер жоқтың қасы. Исраилияттан жеткен хабарлар болса ақиқаттан алшақтау. Ыдырыс пен Адам атаның алейхиссалям арасын 1000 жылдай уақыт бөліп жатыр дейтін деректерде ұшырасады. Ыдырыс пайғамбар алғаш қалам ұстаған адам, яғни жазу осы шақтан бастап дами бастаған деуге негіз бар. Уахи арқылы ең алғаш ине жасап киім де тіккен. Бұл шаққа дейін адамдар аң терісін жамылып келгенді. Сондай-ақ ол алғаш рет таразы жасауды игеріп, есеп-қисаппен де айналысқан. Пайғамбарлар рухани жолбасшы болумен қатар, қоғамдық тұрмыс пен өркениетті дамытуды да қолға алған. Айталық, ең алғашқы құрылысты Адам ата алейхиссалям бастаған жоқ па? Сондықтан әр ел өз пайғамбарына толықтай бағынуы қажет. Өйткені пайғамбарға бағынбағандар рухани жағынан ғана емес, тұрмыстық және дүнияуи тұрғыдан да өрге аспайды. Ыдырыстан алейхиссалям кейінгі Нұх пайғамбар алғаш рет кеме жасауды үйреткен. Мұса алейхиссалям болса, аса таяғымен тасты түртіп, су шығару арқылы жер қойнауынан сыраңдатқан. Жер беті судан тапшылық көрсе, жердің астындағы қайнар суларды шығару жолдарын көрсеткен. Бұндай мұғжизалар пайғамбарлар арқылы адамзатқа өркениет үйретілетіндігінің белгісі. Көкке көтерілуі. Ыдырыс пайғамбардың жер бетінде қайтыс болғаны туралы мағлұмат жоқ. Құранға көз салсақ, аятта оның көкке көтерілгендігі баяндалады. Мариям сүресінде біз оны жоғарғы орынға көтердік деп айтылады. Бұл аят турасында ғұламалар арасында айтылып жүрген пікірлер әр алуан болып келеді. Атақты тәпсірші ғұлама Фахриддин Рази жоғарғы орынға көтерілу сөзін рухани мәртебе болуы мүмкін деп жорамал жасайды. Аллах тағала оған пайғамбарлық және 30 беттік парақтар берген. Ендеше оның жоғарғы орны осы болса керек дейді. Бұған Құрандағы біз сенің абыройыңды көтермедік пе деген аятты айғақ етіп көрсетеді. Келесі көзқарастағылар оның Иса алейхиссалям тәрізді жоғары көтеріліп көктің 4-ші қабатын мекендегендігін айтады. Оған айғақ ретінде Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям миғражға шыққан кезде 4-ші қабатта Ыдырыспен алейхиссалям кездесіп сәлемдескендігін алға тартады. Бұл қисынға сүйенсек, Ыдырыс алейхиссалям тірі кезінде көкке көтерілген. Кейбір ғалымдар оны ажал жетіп қайтыс болған десе, енді біреулері әлі күнге дейін тірі деп жорамалдайды. Ең дұрысы Аллахқа ғана аян. Кейбір деректерде Ыдырыс пайғамбардың ғұмыр жасы 82 жыл деп көрсетіледі. Демек, біреуіне 1000, енді біріне 100 жыл сияқты хақ тағала әр пайғамбарға әртүрлі өмір берген. Мәселен, Иса пайғамбардың небәрі 33 жыл ғана өмір сүргені мәлім.
Бірақ өмір аз, мейлі көп берілсін, барлық пайғамбарлар құлшылықты атқарып, өзіне тән қасиетті міндетін толық өтеген. Нұхтың алейхиссалам елі. Ыдырыс пайғамбардан кейін дін ғұламалары ақиқаттың ақ туын желбіретті. Олар елді хақ жолға шақыруды жалғастырды. Тіпті араб түбегімен көршілес аймақтарда өмір сүрген халықтармен де етене араласып, имандылық аясын кеңейтуге тырысты. Көп өтпей, алыс жақын елдің бәрі дін ғұламаларын жақсы көріп, бауыр басып кетті. Шерткен әңгімелерін құныға тыңдады. Бірақ бұл ғұламалар да ажалға жеткенде бақиға бір-бірлеп аттанып жатты. Әрбірі қайтыс болған сайын ел қатты қайғырды. Халық оларды жадынан шығармады. Әйтсе де бұл дүние сынақ мекен емес пе? Сондықтан халық арасында жымысқы ниеттілердің болуы табиғи еді. Олар елдің ғұламаларға деген шынайы сүйіспеншілігін көре алмады. Ел ақсақалдарына келіп мынадай ақыл айтты. Қадірлі ғұламаларымыздың есімі ұмытылып кетеме деген қорқынышымыз жоқ емес. Олар келер ұрпаққа үлгі өнеге болып қалуы тиіс. Сондықтан әрбіріне ескерткіш орнатқан жөн секілді. Тіпті әр үй өзіне шағын мүсін жасап алса, жақсы болар еді. Бұл ой ел жұртқа қатты ұнады, тіпті оны тездетейік деушілер де табылды. Көп ұзамай ғұламалардың ең үлкендері саналған Уәд, Суә, Яғұс, Нәсір секілді адамдарға тастан ойылған ескерткіштер орнатылды. Артынша кішкене мүсіндер де әр үйдің төріне қойыла бастады. Келе-келе бұны дәстүрге айналдырды. Тіпті мүсіні бар үй берекеге кенеледі деген түсінік қалыптасты. Уақыт өте келе, халық парыздарды орындаумен қатар арнайы күн белгілеп, ескерткіштердің жанына жиналып, олардың тірі кезін еске алуды дағды етті. Бұл да бірте-бірте діннің бір міндеті секілді сипат ала бастады. О баста көзделген жымысқы ниет ақырында жемісін бермей қоймады. Уақыт өте келе, халықтың сенімі шайқалды. Әсіресе көзін ашқалы ескерткіштер мен мүсіндерді көріп өскен кейінгі ұрпақ ескерткіштерді Құдай санауға көшті. Мүсіндердің алдында құрақ ұшып, тілегімізді Құдайға жеткізе гөр деп табына бастады. Алғашында бұған халықтың бірде-екілі адам қарсылық танытқанымен көпшілік оларды ғұлама құдайларымызға тіл тигізді деп кінәлап, елден қуды. Жер бетінде пұттарға табыну дәстүрі міне осылай басталды. Қоғам пұтқа табынып қана қоймады, бірте-бірте халықтың мінез-құлықтары да бұзыла бастады. Зинақорлық, ұрлық, біреудің ақысын жеу секілді күнәларға пысқырған жан болмады. Азғындық барған сайын асқына берді.